Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бұл мини курс мінекей біздің Паскаль АБЦ бағдарламалау деген тобымыздан алынған курс тегін. Біз осы мини курстың бірінші сабағын бастаймыз. Мінекей мына біздің берілген мәзірден Паскальды жүктеу деген ең бірінші батырмамызды басамыз. Осы жерден мінекей бізге мынандай Паскаль бағдарламасын жүктеп аламыз. Осы бағдарламаны ашқаннан кейін мінекей бізде ішінде Паскальдың бағдарламалау ортасы берілген. Осы бағдарламалау ортасын мына жұмыс үстеліне лақтырамыз. Менде бұл бағдарламалау ортасы дайын тұр. Жұмыс үстеліне осылай архивтен шығарып алғаннан кейін бұл бағдарламаны мінекей C дискісіндегі Program Files папкасына лақтыру керек. Міне менде бұл бағдарлама лақтырылып тұр. Осы жерге орналастырып, енді мінекей мына пас форматындағы файлды ашу үшін менде мысалы 2 рет шерткенде осылай ашылады. Ал бастапқы күйде бұл ашылмай тұрады. Сізге бастапқы күйде ең біріншісінде ашқан кезде мынандай терезе ашылады. Осы терезеден жаңағы Паскаль бағдарламасы ешқандай бұндай болмайды. Мына обзор батырмасын басып, осы Program Filesқа жаңағы салынған мына Паскаль бағдарламасын осылай таңдау керек. Осы үрдіс мини курсымыздың кітабында да өте анық көрсетілген. Соны қайталап түсіндіріп көрсетіп жатырмын. Мінекей осылай таңдап, окей батырмасын басқаннан кейін мінекей біздің жаңағы мына файлымыз ашылады. Міне енді біздің бағдарламалау ортасы қондырылып тұр, ол дайын. Енді осылай Паскаль терезесін ашып, бізге жаңа бағдарлама жасау керек болса, мінекей мына батырманы басып, одан кейін мына жерге есебімізді жазып, осыны сақтай аламыз. Мен көбінесе осы Паскаль пас деген жаңағы файлды ашамда, осы жерге есебімді жазам. Және де осы шығарылған есепті сохранить как деймді, мына басқа есептердің қатарына қосып сақтап қоямын. Ал мына файлды осындай бос бір жұмыс кеңістігі ретінде пайдаланамын, шаблон ретінде. Енді бүгінгі сабақта біз Паскаль бағдарламалау ортасын қондыруды жаңа көрдік. Енді қазір ең бірінші тақырыптарымызды көрейік. Мінекей мына біздің кітабымыз Паскаль бағдарлама тілінің негіздері, мини курс. Мінекей біздің тақырыбымыз бағдарлама құрылымы. Ең алғашқы бағдарлама мұнда берілген. Бұл кітаппен жұмыс істеген кезде берілген код мысалды былай копировать етіп, мына бағдарламамызға жазып, осылай орындап көруге болады. Мынау міне біздің ең алғашқы бағдарламамыз. Және де бұл жерде мінекей кодты жазғаннан кейін міндетті түрде ойланып, талқылап көру керек. Ең бірінші мынау біздің жазылған жолымыз программ деген кілт сөзден кейін бағдарламаның аты жазылады. Бұл жерге есептің мысалы мағынасын білдіретін немесе осы бағдарламаның қандай да бір мағынасын білдіретін бір ат қоюға болады. Бірақ бұл негізінде Паскаль тілінде қатты міндетті нәрсе емес, яғни бұл кейде бұл бағдарламасыз да былай бастап кете береді. Келесі мінекей begin деген кілт сөзден кейін, бұл begin деген бастама дегенді білдіреді. Begin кілт сөзінен кейін біздің мінекей логикалық есептің бөлімі жазылады, негізгі бөлімі. Және барлық операцияларды жазып болғаннан кейін ең соңында end деген кілт сөзбен аяқталады бағдарлама. Бізде мінекей бұнда бір ғана операция, бұл Паскаль тілінде тек қана біреу емес, әрине өте көп операция болуы мүмкін. Қиындау есептерде бұл жер өте үлкен жерді алып отырады. Бұл жерде бұл қарапайым бағдарламада көрсетілмеген. Негізі мына begin кілт сөзінің алдында var деген кілт сөз арқылы бағдарламада қолданылатын айнымалыларды жазып өтуімізге болады. Міне мысал ретінде біз қазір a айнымалысын жаздық. Мынау біздің айнымалымыз осылай begin кілт сөзінің алдында жазылады. Жалпы мына begin дегеніміз ол бағдарламаның логикалық бөлімі басталатын жер болып табылады. Және де егер біз қосымша модульдерді қосатын болсақ, uses кілт сөзінен кейін осы var кілт сөзіне дейін жазылады. Модульдерді осылай қосуға болады. Бұл жайында әрине біз кейінірек тоқталып өтеміз. Тағы да біздің ең алғашқы бағдарламамызды орындап
көрдік. Орындау үшін мінекей мына жасыл үшбұрышты батырманы басамыз. Осы батырма басқаннан кейін міне мына жерде біздің нәтижеміз орындалады. Бұл бізде экран деп осы жерде айтамыз көбінесе, яғни экранға шығару деген кезде экран деп біз мына нәтижелік бөлімді айтамыз. Бұл бөліммен жұмыс істеу үшін міне мына батырма окно вывода деген бар. Осыны басып жауып тастауға болады, қажет жағдайда қайттан ашып қарауға болады. Мінекей мынау өшіруге болады. Сонымен қатар бізде мынандай бір-бірден орындау деген операциялар бар, яғни мысалы бағдарламамызды былай бір-бір қадамнан орындағымыз келсе, мінекей әр қадамда қандай операция орындалып отыратынын мына жерде нәтижесін көріп отырамыз. Осындай бізде мүмкіндіктер бар. Бағдарламаны тоқтату. Кейде орындайтын бағдарламамыз мысалы айналымдар шексіз болып кетуі мүмкін. Яғни бағдарлама шексіз орындала береді. Сол кезде біздің мына стоп батырмасын басып, бағдарламаның орындауын тоқтатуға болады. Міне бүгінгі осындай қысқа сабағымыз аяқталды. Бұл Pascal тілінің кіріспелік сабағы болып табылады. Сабақта Pascal тілінің жалпы мүмкіндіктерін ең бірінші қадам жасап, ең бірінші бағдарламамызды жаздық. Осымен бүгінгі сабақты аяқтаймын. Келесі сабақта көріскенше назарларыңызға рахмет.